Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен барлық қою тамақпен үлесіп кететін жеңіл салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге бір капуста керек болады. 4-1 бөлігін бөліп аламыз. Және капустамызды ұзынша етіп, дәл видеодағыдай турап аламыз. Және менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырып, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бұл менің каналымның өсуіне үлкен көмек, және сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Міне капустамызды да турап болдық. Енді ыдысымызға салып аламыз. Енді кезекте бізде орташа үлкендіктегі 2 қызанақ керек болады. Қызанағымыздың астын және ортасындағы сулы жерін алып тастаймыз. Тазаланған қызанақтарымызды соломка ретінде дәл видеодағыдай турап аламыз. Міне біз қызанақтарымызды турап болдық. Туралған қызанағымызды ыдысымызға салып аламыз. Енді біз қиярымызды турайтын боламыз. Мендегі бір үлкен қияр. Егер сіздерде қиярларыңыз кішкентай болса, 2-3 қосасыздар. Дәл видеодағыдай ұзынша етіп кесіп алып, майдалап, соломка ретінде турап аламыз. Қиярымызды да турап болдық. Енді біз ыдысымызға салып аламыз. Енді біз аскөгімізді турайтын боламыз. Аскөктен бізге кинза мен укроп қажет болады. Укроп пен кинзамызды дәл видеодағыдай майдалап турап аламыз. Міне біз аскөгімізді турап болдық. Туралған аскөгімізді салатымыздың бетіне салып, енді біз дәміне қарай тұз саламыз, және 3 ас қасық майонез салатын боламыз. Салатымыз майонезбен біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Және мені қай мемлекеттен, қай қаладан көріп отырғандарыңызды астына пікір бөліміне қалдырып кетіңіздер. Мен көрген бойда сіздерге міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Өте дәмді жеңіл салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Көп затты қажет етпейтін салаттың бірі. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алда сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Динара ас болсын.